Ораза жайында 30 хадис. Бірінші хадис: ораза мен Құран қиямет күні құлға шапағат етеді. Ахмад ибн Ханбал хадистер жинағы. Екінші хадис: ораза сабырдың жартысы. Тирмизи хадистер жинағы. Үшінші хадис: ауыз ашарды асығып сәресін кешіктіріңдер дейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның өсиеті. Табарани хадистер жинағы. Төртінші хадис: Рамазан айы кіргенде жәннат есіктері ашылады, жаһаннам есіктері жабылады. Шайтандар шынжырмен байланып қамалады. Бухари хадистер жинағы. Бесінші хадис: адам баласының әр амалы өзі үшін, ал ораза ондай емес. Оразаның сауабын ерекше түрде көп қылып мен беремін. Бұл құдси хадистер, Бухари хадистер жинағында келген. Алтыншы хадис: егер адам шынайы иманмен және сауабына жету мақсатымен Рамазан оразасын ұстап, тараух намазын оқыса, шешесінен жаңа туылғандай күнәсіз болады делінген. Насаи хадистер жинағы. Жетінші хадис: кімде-кім ораза ұстаған біреуге ауыз аштырса, ораза ұстаған кісінің сауабы кемілмейтіндей оның сауабын алады. Тирмизи хадистер жинағы. Сегізінші хадис: ораза қалқан кім ораза ұстаса, ол күні арсыздық жасамасын, дауыс көтермесін. Егер оған біреу ұрсса немесе онымен дауласқысы келсе, мен оразамын деп айтсын. Бухари хадистер жинағы. Тоғызыншы хадис: ораза ұстаушының екі қуанышы бар. Аузын ашқанда ашқаны үшін қуанады, және өзінің Раббысының сауабын көргенде қуанады. Бухари хадистер жинағы. 10-шы хадис: расында жәннатта әр-раян деп аталатын қақпа бар. Қиямет күні одан ораза ұстағандар кіреді. Ораза ұстағандар қайда делінеді? Олар орындарынан тұрады. Олардан басқалар ол қақпаға кіре алмайды. Олар кіріп болған соң ол қақпа жабылады да, одан кейін ол арқылы ешкім кірмейді. Бухари хадистер жинағы. 11-ші хадис: оны, яғни Рамазанның туған айын көріп ораза ұстауды бастаңдар, және оны, яғни келесі жаңа айды көріп ораза ұстауды тоқтатыңдар. Егер ол сендерге көрінбесе, онда Шағбанды 30 күнге толтырыңдар деген. Бухари хадистер жинағы. 12-ші хадис: сәресі ішіңдер, өйткені ауыз бекітетін уақытта береке бар деген. Бухари хадистер жинағы. 13-ші хадис: Заид ибн Сабит, одан Алла разы болсын, бірде біз Алла елшісімен, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, бірге сәресін іштікте, сосын намазға тұрдық деді. Сонда Заидтен ол екеуінің арасында қанша уақыт өтті деп сұралды. Ол 50 аят оқитындай уақыт деп жауап берді. Бухари хадистер жинағы. Яғни сәресі мен намаздың арасындағы уақытты біздерге айтуда. 14-ші хадис: біздің оразамыз бен кітап иелері оразасының арасындағы айырмашылық сәресі ішу деген екен. Муслим хадистер жинағы. 15-ші хадис: адамдар ауыз ашуға асыққан сайын жақсылықта болады делінген. Муслим хадистер жинағы. Келесі хадис 16-ші хадис: сендерден кім аузын ашатын болса, құрмамен ашсын, ал егер құрма таппаса, онда сумен ашсын, өйткені ол тазартушы деген. Тирмизи хадистер жинағы. 17-ші хадис: ораза кезінде кім өтірік айтуын және өтірікті амалға асыруын тоқтатпайтын болса, ондай адамның тамағы мен сусыннан бас тартқанының Алла үшін қажеті жоқ дейді. Бухари хадистер жинағы. 18-ші хадис:
алла елшісі, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, адамдардың ең жомарты болатын, ал жомарттықты Рамазан айында онымен Жибрил кездескен кезде ерекше танытатын. Жибрил онымен Рамазанның әр түнінде кездесіп Құран оқысатын. Расында Алла елшісі, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, Жибрилмен кездескенде игі істерге ескен желден де артық жомарт болатын. Бұхари хадистер жинағы. 19 хадис. Айша анамыз оған Алланың разылығы болсын былай деді: Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, Рамазанның соңғы 10 күні кіргенде түндерді намазбен өткізетін, жанұя мүшелерін оятатын және изарын бекем байлайтын. Бұхари хадистер жинағы. 20 хадис. Айша оған Алла разы болсын былай деген: Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, Рамазанның соңғы 10 күнін мешітте өткізетін, және ол қадір түнін Рамазанның соңғы 10 күннің ішінде күтетін дейтін. Бұхари хадистер жинағы. 21 хадис. Қайсы бір пенде Алла тағала жолында бір күн ораза ұстаса, Алла тағала сол күн үшін оның жүзін тозақ отынан 70 жылға ұзақ етеді. Бұхари хадистер жинағы. 22 хадис. Ораза тұтушының аузынан шығатын иіс Алла үшін мейістіктің, әтірдің хош иісінен де жағымдырақ. Муслим хадистер жинағы. Келесі хадис. 23 хадис. Шөл басылды, тамырлар нәрге толды, Алла қаласа сауап та бізді күтіп тұр дейтін. Әбу Дауд хадисте жинағы. Пайғамбарымыздың ораза аузын ашқаннан кейінгі айтқан сөзі. 24 хадис. Ұмытшақтық пен жеп не ішіп қойған адамның оразасы бұзылмайды, өйткені арасында оны тамақтандырып сусындатқан Алла. Бұхари хадистер жинағы. 25 хадис. Я Расулаллах, мен қадір түні болғанын білсем, не деп айтамын деп сұрағанда, ол Алланың оған салауаты мен сәлем болсын: Я Тәңірім, сен кешірімдісің және кешіргенді жақсы көресің, мені ғафу ет деп тіле деді. Тирмизи хадистер жинағы. 26 хадис. Үйлеріңде ораза ұстағандар аузын ашсын, дастархандарыңнан әрдайым салихалы тақуа жандар дәм татсын, періштелер сендер үшін Алладан рақым жарылқау тілесін деген. Абу Дауд хадистер жинағы. 27 хадис. Не бір ораза ұстаушылар бар, ұстаған оразасының ашығудан өзге түк берері жоқ. Не бір түнде тұрып нәпіл ғибадат жасаушылар бар, ұйқысыз қалғаннан өзге түк табары жоқ. Ибн Маджа хадистер жинағы. 28 хадис. Кімде-кім Рамазан айының оразасын ұстап, одан кейінгі Шәуәл айында да 6 күн ауыз бекітсе, жыл бойы үзбей ораза ұстағандай сауап алынады делінген. Муслим хадистер жинағы. 29 хадис. Қадір түнін Рамазан айының соңғы 10 күннің тақ күндерінен іздеңдер деген. Бұхари хадистер жинағы. 30 хадис. Пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, Бағиға аттанғанға дейін Рамазан айының соңғы 10 күнінде иътикаф жасайтын. Ардақты елші өмірден озғаннан кейін иътикаф жасауды жұбайлары жалғастырды. Бұхари хадистер жинағы. Алла тағала осы хадистермен амал етіп, салихалы құлдардың қатарынан ете гөр Алла.